Қылышын дұшпанның қанына бояған батыр қазақтың ұрпағы ернін помадаға бояйтын қыз-текелерге айналғаны ма? Ертең күні жау жағадан алғанда, бөрі балақтан тартқанда, бір сапта тұрып, сол қыз-текелермен елімізді қорғаймыз ба? Өздерінің бір жерлерін қорғай алмай жүрген қыз-текелер қасиетті топырағымызды, кең байтақ жерімізді қалай қорғамақ? Иә, бұл қазақтың басына түскен бір қасірет десек те болады. Тек қана қазақ жұртшылығының емес, бүкіл әлемнің басына түскен қасірет. Бүкіл әлемді алаңдатып отырған мәселе. Бірақ шынымен де бүкіл әлемді алаңдатып отыр ма? Егер алаңдатып отырған болса, кеше Париждің төрінде Олимпиада сахнасында неліктен ЛГБТ насихатталды екен? Әлде оған діндер рұқсат ете ма? Жоқ, олай емес. Өйткені Библияның Жаратылыс кітабы 19 тарауының 7 аятында ондай арсыздықты жасамаңдар деген аят бар. Демек, христиан діні бойынша бұл істің үлкен күнә және харам екендігін. Енді қазақ даласына қанатын кең жайған ислам діні болған не дейді? Құран-ы Кәрімде Алла Тағала Лут пайғамбардың қауымына айтқан сөзін келтіреді. Ла тә'тунал фахишата ма сабақукум биха мин ахадин минал аламин. Сендер сондай үлкен арсыздықты жасадыңдар, бұрынғы қауымдар жасамаған дейді. Демек білдік, бұл арсыздықтың Лут қауымына тиесілі екендігін. Енді бұл арсыздықтың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметіне қатысы бар ма, жоқ па мұсылмандарға? Енді оның жауабы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына хадисінен білеміз. Инна ахвафу ма ахауфу аля уммати амалу қауми Лут дейді. Расында мен қорқамын дейді, үмметім үшін Лут қауымының амалынан дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір нәрседен қорыққан болса, қияметке дейін ол нәрсе пайғамбарымыздың үмметіне келеді деген сөз. Бәлкім сол заманға келдік пе? Өйткені сол арсыздықты амалына насихаттап жүрген амилай мен Никонетке көзімізде, құлағымызда үйренді. Тіпті соған ұқсағысы келетіндер көбейді. Оларға айтарым, өзің диуанасың, кімге пір боласың? Иә, қазақ, шекесі торсықтай туылған ұлдарымыз ертеңгі күні бұрымы бұралған бойжеткенге айналып жүрмесін, өкінішке орай. Ойлану керек, қазақ. Арсыздықтың үлкені ЛГБТ, үйета бастағандай елді көті. Еркек шора қазақтың еркек қызы, қыз-текелеу қазақтың ер жігіті. Шайтанға жіберместен күндесен де ағайын, есіңді жи бірлесен де. Жойылып ұрпағымыз кетеді егер, жоюға ұмтылмасақ бұл кеселді.